Жазғы демалыс балалардың адамгершілік қасиеттерін, олардың рухани баюын дамытатын, еңбек күштерін сынайтын, жарқын әсер алатын, көркем өнер шығармашылықтың табиғатта, достарында және де өзінде жаңалықты белсенді тану уақыты. Кітап адам өмірінің таусылмас қазынасы, дүниенің айнасы, ғылым-білімнің көзі, өнер мен тәрбие құралы, өмір күресінің мықты қаруы, ақылшысы. Балаларды жазғы демалыста қызықты кітаптармен таныстырып, балалардың назарына өте қызықты кітаптарды ұсынады. Кітап өмір ұстазы, сондықтан жасөспірімдер кітап оқуды күнделікті әдет қылу тиіс. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес деп Сергей Қажақұлов жазған. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтқандай, адам баласы үшін кітап тілсіз тәрбиеші. Кітап атадан қалған асыл мұра, көненің көзі, ескінің сөзі.